Ақберен Елгезектің «Болмаған балалық шақ» кітабынан жалғасы. Қаланның қашары. Қалан жарықтық арақты шелектеп ішетін ауыл сарбаздарының бірі еді. Кейін кезде ол қылығын жиілетіп жіберді. Дәу адамның мас болғаны тіпті үрейлі болады. Екі көзі алақтап, сүріне қабына құлағанда, аузынан сасық иіспен қоса, боқтықтың тамаша үлгілері көрші болатын тәмам жұртқа жайылып жатушы еді. Бірақ мен оның шешемді сабағанын көрген емеспін. Өтірік айтудың қажеті жоқ. Есесіне менің басыма әңгір таяқты әбден ойнатушы еді. Қыс кезі. Құдай атқан бір түні. Қалан араққа сылқия тойып, ауыз үйге кіре-міре құлады. Шешем мен қара кемпір хал үстінде жатқан нағашы апамның үйіне кеткен. Үйде жалғыз қалған менде еш жоқ. Тұрғызайын десем, басыма бәле тілеп алам. Тұрғызбайын десем, тағы болмайды. Сілейіп қарап тұрмын. Бір кезде тірі екен, қозғала бастады. Тұрды. Еш нәрсені көрмей тұрған көкшіл көздеріне менің бала сұлбам ұшырасты. Кенет маған тақап келді де, құшақтап, ендірмесі бар ма? Менің де көңілім босап жылай кеттім. Мынаған бірдеңе көрінген шығар, тәубесіне келіпті ғой, сорлы қаланым деп ішімнен айтып қоям. Бір кезде сен ұнбағанды асырап жүрген менде ми жоқ деп қазандай басын қабырғаға дүрсілдетіп ұра бастады. Зәрем зәр түбіне жетті. Бір пәлекеттің басталатынын ішім сезіп тұр. Қазір ұра бастайды. Жоқ, мені қолымнан жетектеп залға әкелді де орындыққа отырғызды. Сосын бетіме ұзақ тесіле қарап отырды. Одан да ұрғаны жақсы екен. Шүңірейген көк көзі өңменімен өтіп бара жатыр. Сосын жақындап келді де белінен белбеуін шешіп қолдарымды орындықтың арқасына байлай бастады. Кімнің өлгісі келеді дейсің? Мен дереу айқайға бастым. Жап аузынды, иттің күшігі деп дүрсе қоя берді қалан. Мен біткен жерім осы ғой деп иманымды үйіре бастадым. Соның біреуін алып шықты. Бітті шаруам. Құтты бір кинодағыдай есінен ауысқан қалан маған дәріс оқи бастады. Ей жетімтік, мен мына пышақты не үшін сатып алды деп ойлайсың? Бал сою үшін, ағатай. Жоқ, мен сені сою үшін мұны алғам. Ха-ха-ха. Аға, қойыңызшы, қазір бәлем көрсетем мен саған. Жас кезінде қаланды бір бойжеткенге үйлендірген екен. Әлгі байғұс әйелін бұл нақұрыс байлап тастап бауыздамақ болғанда, жұрт улап-шулап әрен айырып алыпты дегенді әңгімені талай естігем. Сонысы рас боп шығайын деп. Бірақ мені құтқаратын тірі жан жоқ қой. Мен енді құтылудың амалдарын қарастыра бастадым. Қолымда байланған белдік босап үлгірген. Егер жақындап келіп ұстаса амал жоқ. Қашсам, қазір кету керек. Артымда терезе. Қолымда босатып алғанымды байқап тұрған қалан жоқ. Мас. Бөлменің бас жағында креслода пышағын жаландатып мені боқтап сөйлеп отыр. Жан тәтті. Қолымды босатып ап, атып тұрдым. Қаланда тұрған ұмтылды. Орындықты көтере-мөтере басына салып қалдым. Гүрсетіп қалан бар денесімен еденге құлады. Бірдеме деп мінгірлеп ұйықтап қалды. Мен есім шыққан соншалықты есікке қарай жүгіргенің орнына терезеден бір қарадым. Далада қыс. Үстімде іш киімнен басқа лыпа жоқ. Тұрсынғазының үйіне беттедім. Қақпасын тарсылдатып соққылап жатырмын. Үй жаққа қарап, қалан көрінбей ме деп қоям. Бір кезде даламның шамы жағылды. Көретін жарығым бар екен. Нағашы апам хал үстінде жатқанда мені шақыртыпты. Таңертең безілдеп отырып нағашы ағамның үйіне бардым. Апам байқұс айналып толғанып жатыр. Шешемді шақыртып ап, мына балаға ешкімнің қолын тигізуші болма деп қадап-қадап айтты. Сосын бір қорқынышты қоралға басқаны есімде. Апамның жетісін өткізіп, шешем екеуміз үйге қайттық. Қалан жылы ұшырай қарсы алды мені. Басымнан сипап, мұрнымнан шымшып қояды. Онысы түсінікті. Ешкім білмесін дегені. Кімге айттым? Шешем болса жүрегі ауырады. Туысқанға айтсам төбелес болады. Тағы мені мет қылуы мүмкін. Әлгі жағдай қалан үшін ұмытылғанмен, менің жүремде тікен болып мәңгілікке қадалып қалды. Бұл оқиғадан кейін мен еш нәрседен қорықпайтын болдым.
тіпті алдымнан пышақ алып жүгірсе де өріспей беріспеймін, тыным анық. Көшедегі балалар мені көпті көрген ардагер ретінде көреді. Қалан қанша жасырғанымен кішкентай көше. Елдің бәрі оның мені ұрып соғатынын біледі. Маған солардың білгені жақсы. Тым құрығанда балалары аяғын тартып жүреді. Көшеге шыққанда сіз мына жолдарды жазып отырған пақырларыңыздың кеудесін көрсеңіз, дөңгеленіп жүретін ғой. Мен қақпадан шыға салысымен балалар жүгіріп кеп маған амандасады. Паңданып тұрып, тілеукештен басқасын тіліммен түйреп мазақтап өтем. Оған толық құқығым бар. Екінші атаманмын. Көшедегі жүгірмектердің бәрі бір шыбықпен үйіріп алғанымды Қалан біледі. Кейде көшеге шығып, шылымын шегіп отырып, айғайсын, баланды менің сары сапалағыммен шығарасын деп көшелеріне одырандап қоятыны бар. Ондайда көрші қатындар, есуас неме, біреудің жетім баласын тәрбиелегіш қораз қылмақшы ма, жынды, деп тоңқайындай бастайтын. Оған Қалан шімірікпей өте бір жағымсыз түрде қарқылдайтын. Жылқы ауылдағы төбелес. Келесі жылы жазда Алматыдан Қаланның боқ қарын екі інісі келді. Біреуі менен 1 жас, екіншісі 2 жас үлкен. Қызық енді басталды. Қалан жазда бізді Тарбағатайдың бөктеріндегі жылқы ауылына алып кететін болды. Аса барғым жоқ еді, болмады. Шешем бетіме қарап күрсіне жолға жинап жатты. Арасында сен ақылды баласың ғой, ағанды тыңда, ана екеуіне тиіспе деп қояды. Мен мұрнымды ішке тартып, мама, саспан, мен Рэмбомын ғой деп күлдіріп қоям. Ол маған, мүмкін Брюс Ли боларсың деп қояды. Бұл екеуміз бір-бірімізді жұбатқан түріміз. Күні бойы Қаланның бұрылдақ машинесімен тоңқан етіп, алагеуімде жылқы ауылға да жеттік. Кешке Тарбағатай тауы бөлек бір тылсымға ие болып тұрады екен. Құдды менің әкем сияқты. Маған бектен қарап, балам, жасыма дейтін секілді. Мен тауға қарап кемсендей бердім. Ертеңісінде Қалан қоста қорылдап жатқан ана екеуін оятып, мені жұлқылап тұрғызып алды. Қыстағы болған оқиғаны сұрады. Ешкім білмей ме деп. Мен, сіз мені айтып тұрсыз деп түсінбегенсіндім. Бұл қылығымды Қалекене ұнаған болуы керек, желкемнен тартып құшақтағансыды. Ішімнен, сенің ажалың түбі менен болады деп отырмын. Әлгі екі қалалықтың бірінің аты Асыл, екіншісінің аты Еркін. Екеуінің де атына заты сай емес. Асыл дегені қара домалақ бірдеме. Еркін дегені қараптан қарап қорқып, зарлай беретін жүрсімеді. Аттан кәдімгідей қорқады өзі. Қара домалақ Асылы тамақ сау біреу екен. Алдына не әкелсең, өңешіне тыққылай беретін мекшей еме. Сондықтан болар семіз. Еркіні кішкене әлжуаздау. Бірақ екеуінің де менің жасы үлкен. Оған қоса Қалан сияқты қорғандары бар. Менің бар рухтарым, іштей сыйынарым да жалғыз Тарбағатай. Әлгілердің үстінде адам қараудан жалықпайтын әдемі киімдері бар. Екеуі де әдемі Адидас киген. Бастарында бейсболка. Мен үшін бұл киімдер қол жетпес қиял. Аяқтарында менің аппақ арманымнан аумай қалған кроссовка. Қолдарында электрондық сағат, жақындап барып, бала болып шүйіркелесейін десем, итеріп жібереді. Менің бар ойым қалайда ана сағатты жақыннан көру. Үржардың универмагындағы сағат мыналарға тағып жүрген сағатқа қарағанда дамымай қалған ежелгі уақыт өлшегіш сияқты. Мыналардікі сұмдық екен. Жыбырлаған цифрлы. Ары-бері жүгіріп жүрген қара жолдар. Бірдемесін басып пиқ-пиқ етеді. Арасында құлағында аймалайтын әдемі ойын ойнайды. Құдай-ау, бауы да тамаша. Екеуінің сағаты да тағаты да әртүрлі. Біреуінде асқа сондай шыдамсыз жатып шері бәле екен. Екіншісі ойын құмар су жүру екен. Оның ойыны мен үшін қыз текені ойыны сияқты. Өзі өле алмай жүріп, өте қауіпті ойындарды ойнайды. Добы бар. Сол қызыл ала допты ақырын ғана жаймен тебеді де, билегенде жүгіріп барып қуып жетеді. Сосын қосқа қарай аштан өлгелі жүрген баладай тағы да нәзік теуіп қояды. Қарап отырып, ішін пыспақ түгілі зығырданын қайнайды екен. Қалталары толған сағыз. Ауыздарынан
үпіршітіп шар шығарады. Иісі де сондай тәтті, бірақ маған бермейді. Бірінің бейсболкасының маңдайында ағылшынша 7 әріптен тұратын жазуы бар. Мен ағылшынша білмеймін. Сондықтан ол жерге ойымша сұмырай деген жазу жазып қойдым. Екіншісінің маңдайында ирелендеп жатқан жыланның суреті бар екен. Еркіннің аты да көп ойландырмай табылды. Мен қостың отымен кіріп, күлімен шығам. Жақын арадағы бұлақтан су тасимын, сұмырай мен жыланға шай қайнатам. Әлгілер менің қожайындарым секілді. Басында менің жарым-жырым денемнен қорқып жүрді ме, көп басына алған жоқ. Етімен көзі үйреніп алған соң басынуды бастады. Быт шығарады. Әлгі сүмелек доп тебеді. Мен оны кері қайтарам. Ауылда алысып жұлысып футбол үйреніп қалған мынау бір ерсі көрінеді екен. Қатты тепсем, не надо деп қояды. Жайлап тепемін. Соның өзінен доп ана біреудің қасына оқша зулап өте шығады. Доптың өзі жалығып кеткен сияқты көрінеді маған. Күнде осы. Екіншісіне сағат сайын тамақ жылыту керек екен. Жегені қайда кетіп жатыр үшін, мен үшін беймәлім. Біреуінің добын сайға теуіп, көзін құртайын. Екіншісінің жегенін желкесінен шығарайын десем, бізге қарап, шылымын бұдықтатып отырған қалан менің бар қимылымды жіті бақылауда. Осылай жүріп 3 күн өтті. Мыналардың өмірі түк өзгермейді екен. Жылқы ауылда жүрміз-ау, табиғатты тамашалайық-ау. Осқырынып тұрған айғырларға мініп, даланы басымызға көтеріп айғайлап шабайық-ау, қой, бүлдірген терейік-ау, тауға шығып өрмелейік-ау, тұм құрғанда допты қаттырақ тебейік-ау демейді. Қалай келді, солай жүр. Қалан менің оларды менсінбей жүргенімді байқады, намыстанды. Олар інісінің балалары. Мен қайдағы біреулердің жетімтігімін. 4-ші күні екеуін шақырып алып кеңес құрды. Мен олардың жиналыстарын бұлаққа суға кетіп бара жатқанда байқап қойғам. Не болса да көрейік. Ішім әбден пісті. Оның үстінде мен оларға қызмет қылатын ханның балалары екен. Келсем, қалан ана екеуі маған жабылатыны, кім жесе соған қалан 1 сом ақша беретінін хабарлады. Мен ұржырдан шықпай жатып білгем оны. Жабылатының әрине. Ақша дегенді білмей қалай. Құдайым-ау, берді деген осы. Міне біреу талшылатып алдыма секіріп жүр. Екіншісі артымда мұн бұралып, сымдай қолдарын жұдырықтап түйіп ап, майысып жүр. Біріншісі боп шабуылды мен бастадым. Тұратын несі бар екен? Өлгенде көрген бір төбелес дегендей. Әлгі секен-секен етіп тұрған мешкейдің қонқан мұрнынан таңқ еткізіп періп қалдым. Қан фонтанша атқылады. Өзі есеңгіріп баудай түсті. Екіншісі суға түскен мысықтай бүрісіп қалды. Оны кеп добын тепкенде жайылып кеп мамық құйрығынан теуіп қалдым. Бұж-бұнд ете қалды да әлгі ирелендеп барып жерге отыра қалды. Төбелес дегеніміз осымен бітті. Қаланда түр жоқ. Екеуін шақырып алып желкеден алақанмен ұрған болып сипап қалды. Оған әлгі жыланы бажылдап қоя берді. Семізі мұрнын сүртіп пысылдай береді. Оның көзінде де алмадай мөлдір жас үйірілген. Мен ішім күлкіден жарылғалы тұр. Күлуге болмайтыны белгілі емес пе? Қалан уәдесінде тұрды. 1 сом қалтада. Сізге өтірік, маған шын, мешкейі адам екен. Маған қатерінде сағатын сыйлап кетті. Ал жылан ше? Ол мені кешірмеді. Бұл менің өзім жеткен жетістіктерімнің бірі еді. Қаланның жылқы ауылда жүрген 15 күн ішінде бірде-бір рет таяқ жеген жоқ. Тілеукеш. Тілеукештің азан шақырып қойған есімі Тілеу Қабыл. Ол менің өмірімдегі бірінші досым. Құрдаспыз. Екеуміз бір-бірімізге сай қосылғанбыз. Ойлап таппайтыны жоқ. Қиялимыз. Әкесі түсіп қанда өте мейірбан, жақсы кісі. Мен жақсы көретін, жұрт түсіп қанды еркелетіп, түсек деп атайды. Тілеукеш оны әкем деп мойындамай өскен. Себебі атасының баласы. Марқұм атасы талай көрген. Көзі бақырайған, сұлуша келген, зор тұлғалы адам еді. Ныпсысы Рамазан. Бір есімде қалғаны біздің көшемен өтіп бара жатқаны. Қолында қосаусыз мылтығы бар.
Сол кезде Рамазан ата үйімізге кіріп қаланды көздеп тұрып, бұрқ еткізіп атып, жалпасынан түсірсе ғой деп, бала қиялмен армандап үлгіргенім есімде. Әйтпесе, біреуге өлім тілеу күнә екенін білемін. Кезекті бір соққыдан кейін Рамазан атаны көрген кезде келген ойлар болар. Үйдегі ойналмаған ойынның есесін Түсіпханның үйінде Тілеукешпен бірге қайтарамын. Көбінесе әрине соғыс ойыны ғой. Қаруды кез келген заттан істеп алушы едік. Кәдімгі носилканың сабын жұлып алып, екіге бөлсеңіз, салмақты мылтық болып шыға келеді. Бұл Тілеукештің ойлап тапқаны. Сол қаруды жасап алып, Тілеукеш екеуміз бір күні шпион ұстауға уағдаластық. Біздің тұратын көшенің бір шеті үлкен тас жолға тіреледі. Арғы жағындағы бос алқапта ол кезде эспарцепт шөбі егуші еді. Ол егін шөптің біткен жері қалың жыныс, ну тоғай. Жұрт оны сорт участок дейді. Онда жүзімнің түр-түрі өсіріледі. Тілеукеш екеумізге соның ішінде қаптап жүрген оңбаған шпиондар елестейді. Шпиондарды ұстасақ, аудандық және облыстық газеттерге фотосуретімізді басып, біз туралы мақалалар жазып келеді. Атағымыз облыс түгілі мұқым Қазақстанға таралуы ықтимал. Осы ойлар бізді үлкен ерлікке итермеледі. Келіскен күні кешке екеуміз трассада кездесіп, сорт участокке беттедік. Тәңір сәтін салса, бүгінгі кеш нағыз шпиондардың жиналып құтыратын кезі. Біздің мақсат қалайда біреуді ұстап, байлап матап, Тілеукештің үйіне әкеп қамап тастау. Сосын милиция шақырып, атақ пен даңққа, мүмкін ақшаға да мейлінше бату. Екеуміз өлсе де ұшынан оқ ұшпайтын ағаш мылтығымызды асынып алып, ауыр арқанды сүйреп жолға шықтық. Арқан қаныпезер шпионды байлау үшін алынғаны оқырманға түсінікті деп ойлаймыз. Сорт участок алыс екен. Келе жатырмыз. Дала іңірдің бояуын бойына әбден сіңірді. Енді тездетіп қоюлана бастады. Алыста ағарандаған бір нәрсе көрінді. Жақындай келсек, Москвич маркалы машина. Қуанып кетті. Іздегеніміз алдымыздан шықты. Москвичтің терезелері буланып кеткен. Бізге ол қанен-қаперсіз ұйықтап жатқан шпионды елестетті. Сұмпайы бандит бізді көріп қалмасын деп еңбектеуге көштік. Жақындағанда ыңырсыған бір дауыс естілді. Буланған терезені сүртіп қалыпсақ, қарасақ, біздің көптен бері аңсап жүрген шпионымыз бір әйелді тыр жағына шешіндіріп тастап, тұншықтырып жатыр екен. Астындағы коммунист әйел шпионның мойнынан дәрменсіз құшақтап, құтылмаққа әрекеттенетін сияқты. Арасында шаршағаннан ба, әлгі басбұзар арқасынан саусақтары тайып кетіп, сауырын сипалаған сейді. Бұл енді біз келмесек өледі екен. Әлгі шпион ағамыз бір түрлі дәу екен. Бар салмағымен әлгі байғұс келіншекті аяусыз жаншиды. Аяғын аспанға көтеріп сап елегізіп жатыр. Соған қарағанда, өлтіре бастағанда аяғы кедергі келтірмесін деген ойы ғой деп қоямыз. Бұлай еңбектеп барып, Тілеукеш екеуміз ақылдасамыз кеп. Әйелді шпионның жалаңаштап алып, өлтіріп жатуы, өлгеннен кейін киімін шешіп, әуреленбей-ақ өзенге лақтыра салу үшін керек. Ал енді өзінің шешініп тастауы, ол оқта-текте әлгі әйел тұншығып жатып, құсып қойса, киімі бұлғанбауы үшін деп қоямыз тағы. Қысқасы, әлгі қылмыскерді ұстауға бел будық. Есікті мен оқыс ашып қалам да, Тілеукеш оңбаған шпион жолдас, сіз тұтқындалдыңыз деп айқайлайтын болды. Мен есікті жұлқи тарттым. Құдай-ай, тыржаны шпионды бірінші рет көруім. Борбиған құйрықтары шылпылдай ма, қайтеді өзі? Мынау көру тұншықтырып жатыр ма? Әлде байғұс әйелдің ішіне темір ме, бірдеме тығып жатыр ма? Қапелімде анықтап үлгіргем жоқ. Тілеукештің дауысы саңқ ете қалды. Шпионның астындағы пора-порасы шығып терлеп кеткен әйел қаңқ ете қалды. Шпион өре түре келді. Ой, мына түні ішінде неғып жүрген балалар ей, деп әлгі дәу мені ұстай қалам деп ауаны қармап қалды. Біз Тілеукеш екеуміз бір-бірімізді айтқызбай-ақ түсіндік. Тақиялы періштегідей, 5 сом аз ақша емес. Бірақ денсаулықта керек демекші, мына денесі шалпақ шпионға әліміз келмейтіні анық болды. Содан атақ даңқтан гөрі денсаулықты жоғары қойдық та Тілеукеш екеуміз зытып бердік.
Әлгі шпион артымнан қуып берді. Зытып келеміз. Артымызға қарай зытып келеміз. Қорқыныштан аяқтарымыз жүгірмей, шпионға босып келе жатыр. Мылтықты таста, деп айқайлайды маған Тілеукеш. Өзін неге тастамайсың, деп мен де намыстанып бағым. Маған керек ол. Маған керек жоқ па екен? Ойбай, анау келіп қалды. Таста, жүгіре алмай қаласын. Бірге тастайық. Ал жайрайды. Мылтықтарымыз шпионға қалды. Қылмыскеріміз Мәйкішен бізді қуып келеді. Мылтық болса кетті. Бірақ арқанды тастауға болмайды. Ол қаланның арқаны. Оны тастап, қаланның қолынан өлгенше, шпионның қолынан ерлікпен қаза тапқаным дұрыс емес пе? Таста арқанды. Қалан өлтіреді. Өлтірмейді. Біздің үйдегі арқанды аласын. Сендердікі қаландікіне ұқсамайды ғой. Ту, сенде. Тасташы айналайын. Өлтіреді анау. Түрі жаман екен деп қояды менен оқ бойы алда келе жатқан Тілеукеш. Тастамаймын. Ұстап алып өлтірсін. Сен ауылға бар да елге хабарла. Ертең журналистерге айтсын. Пәлесін қарай көр өзіңнің. Жалғыз атақты болғың келеді екен ғой. Әкел, арқанның бір шетін. Шпионның күші айды тұншықтырғанға кетіп қалған болуы керек. Бір кезде жұдырығымен ауаны ұрғылап қалып қойды. Біз аяқтарымызды сүйреп әрең үйге келдік. Ертеңсінде елге мақтанышпен айтып отырсақ, бәрі ду-ду күледі. Бізді ешкім ерлік жасады деп отырған жоқ. Қызық. Содан бір шпион ұстау кәсібінен Тілеукеш екеуміздің де көңіліміз қалды. Егер оқыған аудиокітабымыз сізге ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып қойыңыз. Жалғасы келесі бөлімде болады.